Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Кемел адам кітабынан Сыбызғы сыры деген әңгімені оқып беремін. Өткенде мен сіздерге осы Кемел адам кітабынан Асыл тас деген әңгімені айтып берген болатынмын. Бұл жолы Сыбызғы сыры дегенді оқып беретін боламын. Ал ендеше бастаймыз. Мен бастамас бұрын каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше мен бастаймын. Сыбызғы сыры. Жап-жасыл болып жайқала өсіп тұрған құрақты бір ұста көктей орып алды. Тамырынан ажыраған құрақ қамыс: өлдім, біттім, құрыған жерім осы деп ойлап қатты өкінеді. Басқалар секілді жап-жасыл болып жайқалып өсуім керек еді деп қайғырды. Әлгі ұста қамысты әбден кептіру үшін күнге қақтап желдің өтіне тастайды. Уақыт өткен сайын бойындағы ылғалын жоғалтып, қурай бастаған құрақ одан бетер өкініп жап-жасыл болып жайқалып өсіп тұрған балғын шағын жиі еске алады. Басына түскен тауқыметке қарай қайғырады. Құрақ әбден кепкен кезде ұста сыртындағы қабығын аршып, сабағын қалдырды. Қабығынан ажырап қалған құрақ одан әрі қайғыра түсті. Ұста қабықсыз құрақты қызып тұрған темірмен күйдіріп, әуелі ішін босатып, қуыс жасады. Сосын әр жерінен 7 рет теседі. Бір кезде күтпеген жағдай орын алды. Әлгі ұста 7 жерінен тесілген құрақ қамысты алып үрлеген сол еді. Ғажайып әуен, мұңлы да сырлы саз төгілді. Бұрын мұндай әсем де әсерлі әуенді естіп көрмеген құрақ қамыс таң тамаша күй кешті. Алғашында біріне бірі ұқсамайтын сырлы саз, ғажайып әуен өз бойынан шығып жатқанына сене алмады. Сөйтіп, ол сырлы сыбызғыға айналғанына қуанды. Мұндай мәртебеге жету үшін көрген азап пен қиыншылық бекер емес екеніне көз жеткізді. Ұстаға алғыс айтып, шүкір етті. Осымен біздің әңгімеміз аяқталды. Бұл әңгімеден не түсіндік? Осы сыбызғы сияқты адамдар да солай қиыншылықты, азапты көрсе, болашақта жетістікке жетеді.